Сабақтың тақырыбы гальваникалық элемент. Сабақтың мақсаты теориялық білімін практикада қолдана білуге дағдыландыру, таңдаған мамандығына деген қызығушылығын арттыру. Сабақтың әдісі Блум таксономиясы, викторина, мозаика, өрмекші әдісі, рефлексия жасау. Білу тобында Блум таксономиясының викторина беріледі, деңгейленген викториналық сұрақтар қойылады. Әр сұраққа $1 ақшасы арқылы бағаланып, оқушылардың белсенділігін арттыра түседі. Топты 3 топқа бөлу үшін білім алушыларға тәттілер таратылды. Сол тәттілердің түстеріне байланысты топқа бөлінді және сол топтарға ине, қайшы, жіп деген атау қойылды. Формула 10. Кедергілерді тізбектеп қосу формуласы. Кім жауап береді? Келе қойыңыздар. Келе қой. Ал, дұрыс. Келесі. Ине тобы. Қайсы ұяшық? Тиін. Мына жерде, мына мына жерде. Отырауы. Сұлба елу. Сұлба елу. Кирхофтың екінші заңы бойынша формула жазу. Соның өзіме кел. Өзінің формуласын жазу. И-де неше? R1 минус Білім алушыларға берілген жауаптар арқылы таратылған $дан мозаика құрайды. Бұл мозаика жаңа тақырыптың атауын ашады. Блум таксономиясының келесі бағыты түсіну. Түсіну бағытында слайдтан гальваникалық элементтердің пайда болуы және ішкі құрылысы, жасалу жабдықтарымен таныстыру білім алушыларды және білім алушыларға отандық қайнар компаниясы туралы толық мәлімет беру. Сабақтың барысында гальваникалық элементтің пайда болуы және оны өндіруі, жұмыс жасау барысы айтылған болатын. Және оларға еңбек еткен Луиджи Гарвани, Александра Вольта туралы толық мағлұмат берілді. Гальваникалық элемент болып табылатын батареяның ішкі құрылысы, жұмысы туралы мағлұмат берілді. Алдарыңызда 1,5 вольттық гальваникалық элемент батарейканың жасалу схемасы, катод, анод және ортасындағы ақшалауыш қағаз туралы мағлұмат берілді. Автоматты басқару объектісі катодтың диоксид марганеці және графиттің қосылған мөлшерін анықтайды және оны келесі палеталарға ұйымдастыру, орналастыру жұмысының барысы көрсетіледі. Сабақтың келесі барысында қағаз оқшаулағыш туралы, аспапқа қосылғаны, қысқа толқынды электр қуатының болмауы үшін қолданылатыны туралы айтылады. Және бір машина қағазды бұрап тұрса, келесі машина оны ішіне орналастырып тұрғаны туралы ақпарат берілді. Мынау анодты жасау барысы. Гидроксид. Қышқыл. Гидроксидті біз электродты не үшін пайдаланамыз? Тоқ өткізу элементі болып табылмай ма? Жаңағы тұзды, қышқылды, бензинді құйды қосуға. Осы анодты біз енді жаңағы дайындалған катоды бар, ішіндегі оқшаулағышы бар. Енді оның ішіне анод саламыз. Анод құямыз, қышқылды, электролизді құйып жатырмыз. Әр құйған сайын 15 форсункаға құйылады. 15 форсунка арман қарай лентамен 15 минут кебу процесіне кетеді. Міне 15 минутте жайлап жылжып келесі цехқа барады. Сөйтіп анодты ары қарай шегелеу барысына өтеді. Мынау анодтың ішіне жатсын құятына барысы, технологиялық процесі құйып жатыр. Мөлшерлеп, оның барлығын массасын түгендеп, градусын, барлығын нормамен сақталу керек. Мына жерде форсункалардың ішіне анод құйылды. Міне анод құйғаннан кейін өзінің шегелеу барысына кетеді. Шеге теріс электронды оң электронға өткізеді. Сөйтіп электролиз
бағыты, процесі, барысы жүре береді. Шегенің түпкі жағында не бар? Өзінің шегенің бас тиегі бар, я? Осы міне шегенің өзінің темірі, ол өзінің лентасына салынып, бас тиегі екеуі міне мына жерден дәнекерленіп жатыр. Салқын дәнекерлеу өтіп жатыр мына жерде. Салқын дәнекерлеу барысынан кейін тиегі киіліп, ол шеге магниттік лентамен келесі жұмыс жасау барысына өтіп жатыр. Дайын болған картоп, оқшаулағыш, анод, енді соның ішіне шегелерді орналастырамыз. Шегенің тиегі, яғни шегенің өзі. Сабақтың ары қарай жалғасы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың елге жолдаған рухани жаңғыру атты жолдауымен жалғасын тапты. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және экономикалық жаңғыруларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналатыны сөзсіз. Алдымызда 2015 жылы 400 мың аккумулятор шығарған және 2017 жылы бұл көрсеткішті 850 мыңға жеткізген және экспортқа Ресейге, Беларусь, Әзербайжан, Грузия елдеріне аккумуляторды жөнелтірген Қайнар зауытының басшысы Мұрат Төлегенұлы осы жетістіктерге жетті. Алдағы уақытта осынау отандық өнімге сұраныс бұдан әлдеқайда арта түсетіні сөзсіз. Себебі үстіміздегі жылдың бірінші жартысында Қайнар зауыты аккумулятордың Қазақстанда бұрын болмаған индустриалды стационарлы түрін шығаруды қолға алмақшы. Әрі қарай рефлексия жүргізілді, білім алушылар бір-біріне жылы лебіздерін білдірді. Сабақ бәріне жақсы. Үшінші топ. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Рахмет. Мақсат мұраттарыңызға жете беріңіздер. Блум таксономиясының келесі бағыты жинақтау бөлімі, глоссарийді пайдалану, термин сөздерді қолдана білу. Блум таксономиясының қолдану тәсілі тәжірибелік жұмыс, тұрақты тоқты картоптан алу. Картоптың бойындағы крахмалдан тоқ нәтижесін көрсету, оң және теріс иондарды бағыттау және оның қасына шегені орналастыру. Сол кезде оның тоғы одан да көбейетінін анықтау тестер арқылы. Ары қарай оның картоптың бойына тұз себу арқылы картоптың бойындағы тоқтың нәтижесін алу және осы тәжірибелік жұмысты дәптерге түсіру. Блум таксономиясының талдау бөлімі өрмекші әдісін қолдану арқылы өткізіледі. Әр топқа бірдей сұрақтар қойылады. Сұрақтарға жауаптары арқылы білім алушыларға тәттілер таратылады. Сабақ 5 бармақ тәсілі арқылы бағаланды. 5 бармақтарын көрсетіп, білім алушылар өздерінің бүгінгі алған білімдерін, сабаққа берген бағаларын көрсете білді. Білім алушылар формативті бағалау арқылы бағаланды және үй тапсырмасы берілді. Гальваникалық элемент тақырыбы және Қайнар аккумулятор зауыты туралы мағлұмат жинау тапсырылды.